Сәлеметсіздер ме, білім алушылар. Педагогика пәні бойынша бүгінгі лекциямыздың тақырыбы ақыл-ой тәрбиесі. Ақыл-ой тәрбиесі лекциясының жоспары мына екі пункттарды қамтиды. Бірінші, ақыл-ой тәрбиесі және оның міндеттері, екінші, ақыл-ой тәрбиесінің құралдары. Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз адам зиялылығының негізі. Ақыл-ой тәрбиесінің негізгі ұғымдары мынадай екі бөлікке бөлінеді. Бірінші, зер салып ойлау, екінші, ақыл-ой күштері. Ақыл-ой тәрбиесі тақырыбы төңірегінде айтқанда, біз мынадай негізгі ұғымдармен танысамыз. Яғни, абстракты логикалық ойлау, нақты логикалық ойлау, индуктивтік ойлау, дедуктивтік ойлау, алгоритмдік ойлау, анализ, синтез, салыстыру, жинақтау секілді негізгі ұғымдармен танысамыз. Ақыл-ой тәрбиесі тұлғаның жан-жақты дамуының негізі. Ақыл-ой тәрбиесі еңбек өнімділігін арттыруға, еңбектің шығармашылығына зор ықпал жасайды. Ең бастысы ол ғылым мен техниканың, мәдениеттің жедел дамуының қайнар бұлағы екендігін үнемі естен шығармағанымыз жөн. Ойлау дегеніміз бұл заттар мен құбылыстардың арасындағы табиғи байланыстар мен қатынастарды бейнелейтін психикалық процесс. Ойлау таным процесіндегі негізгі процестердің бірі. Ойлаудың негізгі түрлері нақты логикалық ойлау, жинақтай ойлау, индуктивтік ойлау, дедуктивтік ойлау, алгоритмдік ойлау, абстрактілі логикалық ойлау болып табылады. Нақты логикалық ойлау дегеніміз затты біздің тікелей қабылдауымыз. Мұны кейде көрнекі ойлау деп те атауға болады. Нақты логикалық ойлау балалардың ойлау және оқу процесінде адамдардың еңбек іс-әрекетінде байқалады. Абстрактілі логикалық ойлау жалпы және дерексіз ұғымдарға сүйенеді. Мысалы, абстрактілі ойлау күрделі мәселелерді шешуде біздің ой-пікіріміз, яғни пайымдау, ой жүгірту процесіміз екен. Бұл ойлау түрін психологияда ұғымдық ойлау деп те атайды. Ұғымдық ойлау кейбір мәнді ұқсастық белгілерінің негізінде түсініктерді жіктерге және топтарға бөлу білігін қажет етеді. Жинақтай ойлау бөлігі бұл бір құбылыстар тобын қамтитын әрекеттердің ортақ принциптерін немесе тәсілдерін білумен сипатталады. Бұл жерде ойдың жинақталу дәрежесі, оның ауқымы, жалпылық тұрғыдан қараудың құбылыстардың үлкен немесе кіші топтардың қамтуына тәуелді. Алгоритмдік ойлау көздеп отырған нәтижені қамтамасыз ететін нақты әрекеттерді қатаң орындау, нұсқау арқылы жұмысты іске асыру. Индуктивтік ойлау дегеніміз ғылыми зерттеу немесе оқушыларға жаңа білімді баяндауда ойдың жекеден жалпыға, деректерден жинақтауға қарай қозғалуын қажетсінеді. Дедуктивтік ойлау жалпыдан жекеге, дербестікке қарай жүретін ойлау процесімен байланысты. Ақылдың белгілі бір даму дәрежесін ақыл-ой күштері деп атайды. Ақыл-ой күштері адамды білім қорын жасауға, негізгі ойлау операцияларын жүзеге асыруға, нақты зиялылық біліктерін меңгеруге қабілетті етеді. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері: ойлау іс-әрекеттің шарты болатын білім қорын жинау, зиялылық біліктерді қалыптастыру, негізгі ойлау операцияларын меңгерту, дүниетанымды қалыптастыру. Білім қорын жинаудың жоғарғы деңгейіне жетуде оқушының жеке мақсаттылығы үлкен рөл атқарады. Оқушының мақсаттылығы алдында мақсатпен оның оқу танымдық іс-әрекетке итермелеуші себептері оқу біліктерінің берік жұмыс жасайды, байланысты болады. Яғни оқу материалын игерту жолындағы біліктерді зиялы жігерге және ұзақ зиялы іс-әрекетке дағдыландыру қажет. Негізгі ойлау операциялары анализ, синтез, салыстыру, жіктеу болып бөлінеді. Анализ дегеніміз бүтінді бөліктерге ойша жіктеу, немесе бүтіннің жеке қасиеттерін ойша бөлу болып табылады. Синтез заттың бөліктерін ойша үйлестіре біріктіру, немесе құбылыстардың жеке жақтарын, олардың белгілері мен қасиеттерін біріктіру болып табылады. Анализ бен синтез бір-біріне қарама-қайшы ойлау операциялары болғанымен, олар бір-бірімен үздіксіз байланыста болады.
Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы оқыту. Ақыл-ой күштерін оқыту барысында дамыту, оқу материалын мазмұнын игеру, зиялылық біліктерді қалыптастыруға көмектесетін ойлау операцияларына қатыстыратын, оқу әрекеттерін орындататын, танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы жүреді. Ақыл-ой тәрбиесінің басты құралы оқыту. Теориялық тұрғыдан қарағанда, оқушылардың ақыл-ойын дамытуға бағытталған оқыту әдістемесі дамыта оқыту тұжырымдамасымен орын алады. Жалпы ақыл-ой тәрбиесі тақырыбында қысқаша теориялық мәлімет назарларыңызға ұсынылды. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.